Адамға қатысты сөздерге қандай сұрақ қойылады? Жекеше қандай сұрақ қойылады? Көпше түрде қандай сұрақ қойылады? Зат есімнің сұрақтары қалай аталады? Балалар, қазір мен сіздерге зат есім болатын сөздерді атаймын. Сіздер кім деген сұраққа жауап беретін сөздерді бір бөлек, не деген сұраққа жауап беретін сөздерді бір бөлек топтастырыңыздар. Жауап ауызша айтуға болады. Мысалы, аға, апа, қарға, түйе, ата-ана, бала, қайшы, шұбат, салт дәстүр. Балалар, мен сіздерге өлең оқып беремін. Ал сіздер бұл оқылған өлеңнің қандай салт дәстүрге байланысты екенін анықтаңыздар. Қаз, қаз балам, қаз балам, қадам бассаң, мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Қаз баса ғой, қырағым, құтты болсын қадамың, өмірге аяқ баса бер, асаулардан аса бер. Бұл өлең ұлтымыздың қай салт дәстүрі туралы айтылған?